Автордан 55 мыңнан аса жұп 2022 жылдың қаңтар-маусым айларында ажырасып үлгерген. Бұл ресми статистика. Статистика орталықтары жарты жылда былтырмен салыстырғанда ажырасу көрсеткіштері белгілі бір деңгейде 10-15-ға азайды деп беруі мүмкін. Оған ішіңіз жылып, көңіліңіз тоқ болмасын. Себебі ажырасу мәселесінің сыртқы формасы емес, ішкі әлемі, отбасы ішіндегі, шаңырақ айналасындағы болған проблемалар басты назарда болуы тиіс. Жігіт пен қыздың табысуы, бақытты сәттер, романтикалық кешкі ас, кездесу мен жақсы әңгімелердің бәрі үйленгеннен кейін бірақ күнде тозаққа айналып сала беретінін байқамаймыз. Асығыс шешім, көзсіз махаббат, алдау мен арбаудың құрбаны болған қос тараптың бармақты істеп қалуы неден? Кеше ғана үйіне шығарып салып жүрген жігіт өз қолымен әйелін көрге шығарып салатын күнге де жеттік. Тіпті дәл осы айтса ауыз бармайтын қорқынышты мәселеге қоғам ретінде отбасындағы жанжал деген баға бердік әлі. Кешім деп мен емес, жүрегім бірге жұлынып кетіп бара жатқандай, солай жылы жаптық. Адам тағдыры, жетім қалған баланың көз жасы, етегі жасқа толған ата-ана, құрбыларының қазасын көріп, үрейленген құрбылардың отбасы өміріне деген теріс түсінігі, жалпы сезім атаулының белінен басып, жерге көмдік те ұмытып кеттік. Қолыңыздағы сана биігінде жолығу кітабы отбасы болғанға дейінгі маңызды қадамдар және отбасы болғаннан кейінгі алғашқы кезең деп аталатын екі үлкен тараудан тұрады. Алғашқы тарауда өзімнің адамымды таппай жүрмін деген сұраққа жауап алуға, одан кейінгі бойдақ өмір мен отбасы болуға дейінгі кезеңдегі алғашқы баспалдақтардың негізгі жолдары айтылса, екінші тарауда үй болғаннан кейінгі кезетін кедергілер, түсініспеушіліктер, олардың шешімі ұсынылады. Құрметті оқырман, отбасы биік ұғым. Оған дейінгі жүрген жолда қалдырған іздің қандай болатыны өте маңызды. Себебі сол із ертең шаңыраққа бірге ере кіреді. Оның маңыздылығы ғана емес, өмірлік мән үшін. Ғасыр мейлі келесі басқа бір дәуір келсе де, отбасы деген ұғымның мәні жоғалмайды. Тек оның мәнін жасайтын біз бен сіз екенін ұмытпау керек. Ақын Мұхтар Шаханов айтқандайы, махаббат дегеніміз екі парасатты, пайымды адамның сана биігінде жолығуы. Үйлену керек, күйеуге тию керек. Апта сайын университет бітірген жігіттер барға не демалатын орындарда жиналады. Ортақ әңгіме көп, жұмыс, саясат, қоғам, өмірлік мақсат, үй мен көлік, қыздар және болашақ жар. Жастары 25-ке келген, кейбірі асқан жігіттердің күрсініп айтатын бір ғана әңгімесі үйлену керек еді. Жанымда отырған 23 жастағы інімбеу бір әңгіме бастады. Үй дайын. Ата-анам дайын. Көлік бар. Тіпті той күні мен тойхана дайын. Енді тек қыз табу керек деді. Айтылған ойды, әңгімені шама келгенше түсінуге тырысып отырмын. Бірақ тойхана дайын, күні белгілі дегенді түсіне алмадым. Алдымен қызды тауып, содан кейін өзара бір сөйлесіп, келісім жасап, кейін ата-ана таныстырып, одан кейін той күні мен тойхана жайы белгілі болатын еді ғой деп ішімнен ойладым да, әлгініме қайта сұрақ қойдым. Сонда қызды қалай табасың? Аға, қыз көп қой. Маңдайынан шертіп жүріп, бір қатын болатын қыз табам деді. Қатын болатын дегеніңді түсінбедім. Тамақ істеп, баламды туып, үйімді жинап, айтқанды тыңдап, ата-анамды бағып отыратын қыз ғой, аға. Деді әлгі жігіт маған ақымақсың ба дегендей көзімен қарап. Әрине, айтып отырған нәрселерінің бәріне қолдауға, келісуге болады. Тек қатын болатын қыз табылар, ал өзіне әйел болатын қыз ше. Ол қайда? Аға, әйел деген үйде отыратын адам. Біз еркектер түзде жүреміз. Бізге бәрі рұқсат қой деп айналасына мақтаныш бір көзімен қарап қарқылдап күлді дерсің. Отырған жігіттер ақыры сол үйлену керек ет деген тақырыпты жауып, ештеңе болмағандай тұрып кеттік. Сол тақырып жігіттер үйленіп үй болып кеткенше әр апта сайын айтылды. Ақыры қатын болатын қыз іздегендер өз іздегендерін тапты, ал кейбірі әйелі болатын қызды алып, бақытты әрі берекелі өмірлерін сүріп жатыр. Бұл қысқа диалогтарды, бұл тақырыптарда жасы 25-ке жетпеген және одан асып кетіп, 30-да алқымдап қалған ортадан жиі естисің. Солай қалыптасқан қоғам.
Басқаша ойлауға, басқаша ой түюге ішкі комплекстен бастап, бала күнде алған тәрбие, көргені мен білгені кедергі бола береді. Бір қызығы, қыздардың да ортасында күйеуге тиіп алу керек етпейтін мәселе бар. Жастары келе бастаған қыздар немесе тұрмыстың ашы дәмін ерте татып, ерте есеюге бейім жас қыздар да күйеудің қамын ерте ойлайды. Ерте отбасын құру өте жақсы ой. Дегенмен ойдың салмағына қарай, егер ой қорғасындай салмақты болмаса, жел тұрса желігіп, әр жаққа ұшып қонып тұратын болса, онда құрған шаңырақ шайқалып, ортасына ерте түседі. Соның кесірінен жетім мен жесір, алимент төлеуден қашатын әке пайда болады. Адам отбасын құратын кезде, мейлі жігіт, қыз болсын, жүректен бөлек ақылды да толық пайдаланғаны дұрыс. Көзсіз махаббат жарға да жығады. Қазір ақпараттың ағыны тоқтаусыз ағылып тұрған дәуірде алдымыздан шығатын романтикалық фильмдер, сериалдар, кітаптар мен оқиғалардың бәрі шынайы деп қабылдауға келмейді. Себебі бәрі экран ар жағында болып жатқан секілді сұлу да көркем, сондай бір асқақ сезімдердің түйісуінен тұрмайды. Бұл өмір. Ол ақ пен қарадан, қуаныш пен қайғыдан жаралған. Кішкентай балаларға қарап, олардың ойнап жүрген, күліп жүрген сәттеріне көз салсаңыз, қандай бақытты жандар деп баға бересіз. Иә, рас. Сіз де солай бір кезде бақытты болғансыз. Алайда бақытсыз деген терминнің бар екенін түсінген, білген, оған ұрынған күннен бастап өзіңізді шынымен де бақытсыз сезіне бастадыңыз. Соған қарай өмірдің жолы да тек мұңнан, қайғыдан, қарыздан, бітпейтін тіршіліктің проблемасынан арылмай кетті. Ендеше өмірде бәрі супер дейтін түсінік жоқ. Бұл ақиқат. Оған солай қарай алу керек. Оған дайын болу қажет. Отбасы болғанға дейінгі кезеңде де осындай ойдың болуы, проблемаларды көре алу қабілетіміз, заңдылық. Кез келген жағдайда алда болатын нәрсеге дайындық қажет. Дайындық болмаған күннің өзінде оны бетпе-бет қабылдап, алдынан күтіп алған жақсы. Қашқан сайын онымен бір толқында болудың орнына қайғыңды, эго. От жағаға қарай тартқан сайын ештеңе өзгермейді. Толқын табиғи құбылыс. Ол саған ескертпейтін, саған алдын ала айтып келмейді. Отбасы болған кезде болатын проблемалар да сол секілді. Ал оның туындауы әрі шешімін таппауы отбасы болғанға дейінгі өмірде басталып кеткен. Жоғарыда аталған кейсті талдап көрейік, оқиға өмірде болған. 23 жастағы жігіт ата-анасының үйлен балам деген сөзінен шаршаған және үйленуді кезінде ұбы тапсырып, грантпен оқуға түсіп кеткен сәттегі өтпелі бір кезең ретінде бағалап отыр. Оны отбасы болғаннан кейінгі өмір әлі ойландырып тұрған жоқ. Оның ақылында бәлкім ақыл емес, жай ғана ойында тек үйлену керек және қыз табу қажет деген сигнал ғана бар. Ата-анасы бәрін алдына тосып өсірген ұлдың жалғыз ғана міндеті табу. Бүгін солай болар, ертең ше. Ертең ата-ана мәңгі қасында бірге болмайды. Бәлкім түскі асқа тек торт жеп отырған әулеттің басына қара бұлт келер, отбасы жақсы табыстан айырылып, енді ғана тауып келген ұлға нан да табу керек болатын күн туар. Жалғасы бар.